сәлеметсіңдер ме сенімпаз балапандар. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз 54-ші сабақ. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып және де қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Және комментарий қалдырып кет. Бүгінгі тақырыбымыздың аты Қаныш атам сияқты геолог боламын. Біріккен сөздер. Тірек сөздермен монолог құраймыз. Біріккен сөздің жасалуын үйренеміз. Ең бірінші тапсырма 30-шы жаттығу. Мәтінді тыңда. Қазақстан пайдалы қазбаларға бай. Ол жер асты байлығының қоймасы деп бекер айтылмаған. Бізде жер жүзінде кездесетін пайдалы қазбалардың барлық түрі бар. Пайдалы қазбаларды өндіру үшін алдымен оның шығатын орнын табу керек. Мұндай кен орындарын іздеумен геологтер айналысады. Олар әртүрлі техникалық құралдарды пайдаланады. Табылған пайдалы қазбалардың шығатын жерін шартты белгілер арқылы картаға түсіреді. Енді сұрақтары. Неліктен Қазақстан жер асты байлығының қоймасы деп аталады? Қазақстанның пайдалы қазбалар картасымен танысып, пайдалы қазбалар шығатын жер су атауларын тап. Енді бізде келесі суретте пайдалы қазбалар картасы көрсетілген. Осы суретте астында қандай пайдалы қазбалар қай жерде, қай өңірде орналасқандығын көріп біле аламыз. Енді сұрақтарға біртіндеп жауап берейік. Қазақстанның, яғни жер асты байлығының қоймасы деп аталу себебі дүние жүзінде кездесетін пайдалы қазбалардың барлығы бізде бар. Және де бір қатар қазбалар көлемінен қазақ елі бірінші орында тұр. Алтын, мұнай, тау-кен өндірісі, осылардың барлығы бізде молынан бар. Енді пайдалы қазбалар шығатын жер су атаулары Ерейментау, Арқалықта, Ақсуда, Жезқазған, Кентау, Қаражал, Жалғызтөбе аумақтарында орналасқан. Келесі тапсырма 31. Жер су атаулары мен олардан шығатын пайдалы қазбаларды сәйкестендір. Біріккен сөздерді тап. Үлгі бойынша 3-4 сөйлем құрап жаз. Мысалы, Арқалықта алюминий өндіріледі. Енді осы сөздердегі бір-біріне сәйкестендіріп үлгіге 1-2 сөйлемді мысал ретінде жазамыз. Балалар, бұл жердегі, яғни біріккен сөздер Ақсу, Жезқазған, Қаражал, Жалғызтөбе сөздері. Көріп тұрғандай балалар, бұлардың барлығы 2 мағыналы түбірден құралған. Енді келесі мысалымызды және де сәйкестендіріп көрейік. Арқалықта алюминий өндіріледі. Ақсуда алтын шығатын кен өндірісі бар. Кентау полиметалл кендеріне бай өлке. Жезқазғанда мыс кені бар. Қаражалдыда темір кені шығарылады. Осы сөйлемдер арқылы біз тек қана сәйкестендіріп емес, мысал ретінде сөйлем құрастырып жаздық. Бұдан да бөлек басқаша етіп жазуға болады. Келесі жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Жезқазған жер қайнарым. Мыс балқып, қойнауыңда тулайды ағын. Көзіңдей батыр, мінез бабалардың, ұлы мәрт, қызы көркем, нұрлы аймағым. Дүниені жайласа да дауылдағын, ерлерше сақтап қалған мәнің, жанын, жігерін жұқартпаған жезді өлкеде жер қазып мыс балқытқан бауырларым. Өлең не туралы дейді. Өлеңнен біріккен сөзі тауып, оның қалай жасалғанын түсіндір. Мыстан не жасайды? Дерек көздерден сұрақтан жауаптарын тап дейді. Енді жауаптарға біртіндеп жауап берейік. Өлең Жезқазған туралы. Өлеңдегі біріккен сөз Жезқазған. 2 мағыналы түбірден құралып тұр. Бізде 3-ші сұрақ, мыстан не жасауға болады? Мыстан жоғары электр өткізгіштігімен ерекшеленеді. Сондықтан оның қолдану аясы өте ауқымды. Медициналық аспаптар мен материалдардан бастап күрделі электроника мен ядролық техника осы металдан жасалады. Түсінікті болса, келесі жаттығуға көшеміз. Түсінбеген жерлерім болса, сұраңдар. Комментарияда жауапқа беремін. 33-ші жаттығу. Тірек сөздермен монолог құрап жаз. Тақырыбы мен геологпын. Тірек сөздер мен, геолог, жер асты қазбалары, іздеп табу, оның қорын анықтау, кен байлықтары халықтың игілігіне жарату, армандау, Ерейментау, Ақсу, Жезқазған, Кентау, мақтан ету. Осы сөздерді пайдалана отырып енді монолог құраймыз. Мен геологпын.
Мен жер асты қазбаларын зерттеймін. Мамандығым геолог. Біз Қазақстанның сан түрлі жерлерінен жер асты қорларын іздейміз және оның көлемін, қорын анықтаймыз. Сан түрлі кен байлықтарын анықтап, оның халық игілігіне жарату біздің міндетіміз. Мен Қазақстанның байлығымен мақтанамын. Ерейментау, Ақсу, Жезқазған, Кентау сияқты қазбаға бай кен орындарын әлемге танытсам деп армандаймын. Егер геолог мамандығымен толық танысқан болсаңдар, мәтінді өздеріңше өзгертіп жазуға болады. 34-ші жаттығу. Дерек көздерден төмендегі сұрақтарға жауап ізде. Қаныш Сәтбаев кім? Оның геолог мамандығына қандай қатысы бар? Темір Қазақстанның қай жерлерінде өндіріледі? Алюминийден не жасайды? Тапқан ақпаратыңды сыныптастарыңа таныстыр. Ақпаратында кездескен біріккен сөздерді дәптеріңе жаз. Сен Қаныш Сәтбаев атамызды танисың ба? Танымасаң, біле жүр. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1899 жылы 12 сәуірде дүниеге келген. Геолог, ғалым, минералогия ғалымдарының докторы, академик. 1920-1941 жылы Қарсақтай мыс комбинаты да бас геолог қызметтерін атқарған. 1952 жылы КСР Геология институтының бас директоры болған. Яғни бұл кісі, бұл атамыз біздің геология ғылымына өте еңбегін сіңірген, үлесін қосқан ғалымдардың бірі. Сол үшін бізге геология сөзіне келгенде ең бірінші есімізге түсетін ең бірінші геолог ғалымдарымыздың бірі ол Қаныш Сәтбаев есімізге түседі. Сол үшін бұл кісінің есімі бұл ғылыммен тығыз байланысты. Екінші сұрақтың жауабы. Темір кендерінің ең үлкен қоры Орал тауларында орналасқан. Онда кейбір таулар толық темірден құралған. Курск, Кольск жартылай аралында, шығыс пен батыс Сібірде темір кенінің үлкен қорлары бар. Қазақстанда темір кендері олардың шығыс беткейінде, Қостанай өңірінде көптеп кездеседі екен. Солардың қатарына Соколов, Сарыбай орындарын айтсақ болады. Үшінші сұрақтың жауабы академик, яғни феррис мен алюминийді 20 ғасыр элементі деп атаған. Сондықтан бұл ғасырда алюминий дәуірі деуге де болады. Алюминийден күнделікті пайдаланып жүрген ыдыс-аяқтан бастап, космосты шарлап жүрген ракеталар осы алюминийден жасалады. Қоғамдық шаруашылықтың барлық салаларында алюминий қолданылмайтын сала жоқ. Яғни алюминий өздерің білесіңдер, өздерің сақаға жаңағыдай ерітіп құясыңдар. Алюминий өте жеңіл металл, сондықтан оны космосқа ұшуға оңай болу үшін пайдаланады. Тамақтарға пайдаланады. Және де суды тазартатын қасиеті бар. Ал сендердің үйлерінде алюминийден жасалған ыдыс кездесе ме? Алюминийден жасауға болатын басқа да заттарды білсең, өз дәптеріңе соларды қосып жаз. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар. Келесі кездескенше.